Сәлем, everybody. Осыдан 3 жыл бұрын банкта проблемный отделда жұмыс істегенмін. Енді проблемный отдел өздерің білесіңдер, жаңағы карточка жабу, звондау, соттасу, сол отдел ғой. И бір күні жұмыста отырсам, примерно 45-тегі бір әйел келді. Жаңағы Балғанбаева деген әйел келді. Сосын жаңағы офиста отыр едік, жаңағы кабинеттің ішінде екеуміз, мен и тағы бір сотрудник бар, екеуміз отырдық. И жаңағы әйел кіріп келді де, біртүрлі анандай вульгарный киінген, кәдімгідей юбкасы, мини юбка, жаңағы біртүрлі бір анандай топик сияқты бір не киген, үстіне киімі. И келді де, жаңа сұрайды, менің кредитім кімде екен деп. Мен қарадым да, фамилияңыз кім дедім. Я солай, Балғанбаева. Онда менде екенсіз, келіңіз, отырыңыз отырғышқа дедім. Сосын менің алдыма жаңа отырғышқа келіп отырды. Мен жайлап жаңа компьютердан енді долгын қарап жатырмын ғой, енді қарыздың структурасын. Бір көзім компьютерда, бір көзім жаңа Балғанбаевада енді. Анаған қарамай, басқа жаққа қарап отыру невозможно ғой. Кәдімгідей описание, вообще описать ете алмай тұрмын. Мини-юбка и топик, кәдімгі мына жерлер бәрі көрініп тұр ғой. Кәдімгі откровенно, кәдімгі вульгарно. Содан жаңағы маған айтады, долгым қанша екен деп. Мен айтам, долгыңыз 215 мың екен. Сізде қандай вопрос, енді жауап сұрағыңыз келіп тұр ма? Десем, жоқ, жауап алмаймын, мен қазір жауатын возможность болмай тұр. Бірақ та мен келген себебім дейді, карточка маған Каспий карточканы ашып беру керек еді. Қазір полностью бәрі жабық. Сол маған Каспий карточка керек болып тұр. Каспий Gold керек болып тұр дейді. Сосын мен айтам, Каспий енді ашуға мүмкіндік жоқ, өйткені суммаңыз полностью просроченный екен. Каспийді енді аша алмаймыз сізге десем, бір варианттары бар шығар енді. Маған деген жұмыс жасауға Каспий керек болып тұр. Жұмысқа кірдіңіз ба не? Жоқ, жұмысқа кіргенде жұмыс жасап жатырмын қазір дейді. Енді жұмыс жасап жатсаңыз енді 215 мың көп емес қой, неге төлеп салмайсыз десем. Жоқ, менде официальный жұмыс жоқ. Осылай күнделікті табам. Тапқаным жаңағы тамаққа, квартираға кетіп қалады дейді. Мен айтам, сонда не жұмыс жасайсыз? Не жұмыс жасағанда енді осы Оралдың қасындағы бір ауылдан келгем. Кезінде бизнесім болған жақсы. Сол бизнес банкрот болғаннан кейін осы қалаға келіп қазір кеште, түнде көбіне жұмысқа шығам дейді. Қалай екен? Бұлай ақша бар ма? Ол түнде жұмысқа шығу бұлай жақсы сияқты ғой. Ақша жақсы сияқты ол жерде десем. Жоқ, енді ақша бұлай бар ғой, енді сағаты 15 мың. Бірақ та постоянно бола бермейді. Мысалы, бір күнде бір 2 клиент болуы мүмкін дейді. Бірақ содан кейін 1-2 күн вообще клиентсіз боламын деп кәдімгі откровенно айтып отыр, кәдімгідей. Откровенно. Анандай жұмыс екен ғой сіздікі. Десем, енді өзің түсініп отырсың ғой, сондай жұмыс. Содан кейін айтам, енді ондай жұмыс болса, енді бұлай жинап төлеп жауап тастауға болады ғой десем. Сол жауап алмай тұрмын ғой, енді бір возможность бар ма нені ашатын, голдты ашатын. Өйткені қазіргі кезде адамдар наличка ұстамайды, көбіне клиенттар келеді де жаңағы Каспий Gold сұрайды, аударуды сұрайды. Сол маған керек болып тұр жұмысыма дейді. Мен айтам, ол ашу енді возможность жоқ менде, мен аша алмаймын десем, бір кезде бүйтеді. Мүмкін енді қарастырып көрерсің, мүмкін. Бір варианттары бар шығар деді де, бір кезде бүйтіп бір аяғын алып, бір аяғын үстіне қойды ғой. Енді мынандай болды. Ананы просто так ана жерде енді описать ету қиын енді. Қарап отырым кәдімгідей бүйтіп. Анауда енді соған нетіп отыр ғой, енді намекать етіп отыр ғой кәдімгідей. Қалай енді возможность бар ма дейді. Мен айтам, қалай болғанда да енді возможность жоқ, енді мен аша алмаймын десем. Бір кезде ана аяғын бүйтіп крестеп отырған аяғын түсірді бүйтіп. Түсіріп бүйтіп екі жаққа қарай жайлап ашты ғой. Ана жерде кәдімгідей
дедім жаңағы. Бір кезде одан сайын ашты ғой, мүмкін бір возможность бар шығар дейді. Мен айтам, по-любому енді қалай болғанда да, даже менде возможность болғанның өзінде де мен аша алмаймын енді. Менің деген бастықтарым бар. Бір кезде айтады, анау түсіп қалған ручка сенікі емес пе? Еңкейді ғой. Ручкаға қарай. Осы кезде бір кезде жаңағы қасымдағы напарнигім кіріп келді. Кірді де бір кезде. Не болып тұр что-то саған? Терлеп отырсың ба? Не болып жатыр? Алғы көйлегің түймесін ағып тастағансың. Мына жер что-то не ысып кетті ма, не болып кетті что-то? Терлеп отырмын, я. Мына күн қатты түсіп тұр ма кабинетімізге? Қайдағы күн? Бүгін вообще пасмурный. Күн жоқ таңертеңнен бері. Солай ма? Білмеймін, бір түрлі бір терлеп отырмын. Сосын жаңа әйел айтады, енді не істейтін болдық енді, бір варианты бар ма десе, мен айтам, енді ренжімеңіз енді, қалай болғанда да басқа вариант жоқ. Менде ондай полномочия жоқ, жаңағы ашатын болса, мына начальник отдела ашады, соған барыңыз енді. Начальник отделімен сөйлесу керек па, онда жақсы, мен барып сөйлесіп келейін дейді. Сөйтіп шығып кетті, жаңағы стеклянный не ғой бізде, коридорды бәрін көріп отырамыз, стеклянный. И начальник отделі қарама-қарсы кабинетте отырады, и біздерді стеклянный жаңағы барьер бөліп тұр. Бір кезде ана ел шықты да, жаңағы начальник отделінің кабинетіне кіріп кетті. Бір 10 минут болды, примерно 10 минут. 10 минуттан кейін начальник отделі шығып, біздің кабинетке кіріп жатыр. Терлеп кеткен, мына көйлегін ағып қойған. Примерно өзім түсініп отырмын енді қандай ситуация болғанын, қандай күйде болып шыққанын түсініп отырмын ана начальник отделінің. И маған келіп айтады, мына Балғанбаева сенің портфеліңде ғой. Нема? Карточкасын ашып беруге возможность бар ма? Ішімнен айтам, ішімнен. Кетіп қалыпсың ғой. Сыртымнан айтам, солай вич, енді возможность жоқ. Ашып беруге болады, бірақ та енді мен ашқым келіп тұрған жоқ болған. Өйткені бұл бәленбай рет мені бұрын боқтаған звондағанда. Дедім, негізі бұл жерде былай бізде. Начальник отделі өзі аша алады, бірақ та енді бізбен советовать істеді, өйткені ана кісі менің портфелімді. И менің портфелім ол менің бонусым. Менің портфелімдегі адамдармен бәрімен өзім жұмыс жасаймын, соларды жаңағы платежға выводить етем, и содан бонус аламын. Былай алғанда, ол кісі қазір начальник отделі келіп, ананың карточкасын ашып берсе, онда анау төлемей қалатын болса, или тағы бірдеңе болса, мен бонусымнан айырылып қаламын ғой былай алғанда. И ол да оны түсінеді, сосын менімен ақылдасып тұр ғой, қалай, не істейсің, ашып берейік деген сияқты. Мен айтам, бұл енді төлей алатын адам негізі. Қатты қинап жіберсек, негізі ақша табады. Қалай болғанда да енді ашпаймыз, ашпай қойық дедім. Сөйтіп енді начальник отделі біртүрлі кішкене көңілге түсіп кеткендей болып, маған кішкене бір ашулы сияқты болып, тағы басқа вариант жоқ па дейді, ашатын. Мүмкін қарармыз, ашып берерміз, адам қиналып тұр ғой дейді. Мен ішімнен айтып қоям, ішімнен айтып тұрмын ғой. Кешкі планыңда облом жасадым ғой. Қалай деп сұранғанда сен де мені жібермей қалғансың, талай менің пландарымда облом жасағансың деп ішімнен мәз болып тұрмын енді. Кешкі планыңды білдірдім ғой сенің деп. Содан айттым енді, ашпай қойық, қалай болғанда да тауып төлейік бұл дедім. Сөйтіп жаңа начальник отделі кетіп қалды. Бір 5 минуттан кейін жаңа әйел шықты, кабинетінен шығып кетіп қалды. И примерно бір обедке жақын болып қалды, уже обед уақыты.
И обедке қарай шығайын деп жатсам, бір звонок келді, тың деп. Телефонды алдым. Телефонның ар жағында замдиректор жаңағы. Біздің замдиректор маған звондап тұр. Солай не ма? Сенің портфеліңде Балғанбаева деген бар ғой, бір должница. Соның полностью структура долгысын беш маған. Основной долгы қанша, вознаграждениесі қанша, штраф пенясы қанша, бәрін жазып беш маған дейді. Жіберші дейді почтаға. Жақсы деп жаңағы структура долгын бәрін жазып бердім. Сөйтіп жаңа обедке шығып кетіп қалдым. И бір сағаттан кейін обедтен келіп кабинетіме кірейін деп жатсам, жаңағы әйелім отыр жаңа жерде. Кетпеген жаңа Балғанбаева. Мен айтам, несе осы десем, саған келіп тұрмын дейді. Жақсы, кіріңіз дедім. Кірді кабинетке. Сосын кіргеннен кейін, ал енді қандай шаруа енді? Мен сізге айттым ғой десем, мен ол туралы емес, мен сенен справка алуға келдім дейді. Қандай справка? Долгы жоқ деген справка алуға келдім. Компьютерді ашып қарасам, бір сағат бұрын полностью жабылып қалыпты 215 мың теңгесі. Мәссаған. Бұл не болып кетті? Сосын айтам, қазір онда справка дайындаймыз, справка береміз. Примерно бір 3 сағаттай күту керек, сағат 5-тен кете келіңіз де алып кетіңіз дедім. Жаңа Балғанбаева айтады, мен 5-тен кейін келе алмаймын, 5-тен кейін уже занят мен. Онда жақсы, онда ертең келерім дейді. Жақсы деп кетіп қалды. И жұмыстың аяғы ғой енді, аяқ жағында жаңағы портфелімдағы полностью жапқан адамдар туралы информация берем, информация жазып, жаңа менің портфелімнен полностью жабылған адамдарды алып кетсін деген служебка жазып, замдиректорға қол қойдырамын постоянно. И жаңағы сондай служебка жаздымда, и замдиректорға барып кабинетін қақсам, секретарь айтады, замдиректор жоқ дейді. Нешеде келеді десем, жоқ, бүгін келмейді, жаңа 5-те срочный шаруасы болды да, сол кетіп қалды дейді. Примерно енді біліп тұр мені қайда кетіп қалғанын. Ладно, жақсы. Не болса да әйтеуір 215 мың төленіп, әйтеуір не болса да бонус алатын болдым ғой. Сондай история болған. Жақсы көңіл күйменен лайк, коммент, шер сіздерден. Сау.